Темекінің иісінен құтылудың оңай жолдары. Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Қонақжай қазақтың кей маманы үй иесіне шашылған қонақ бөлмемен қатар темекінің күлімсі иісін де қалдырып кетіп жатады. Оларды шығарып салған соң үйді жинап, тау боп үйілген ыдыс аяқты жуумен қатар бөлмеге сіңген темекі иісін кетіру де бір шама жұмыс. Киім мен бөлмедегі кез келген затта сіңіп қалып қояды. Мұндай жағдайға тап болсаңыз, төмендегідей қарапайым, бірақ әсерлі әдістерді біле жүруге кеңес береміз. Бөлмедегі қатты заттарды темекі иісінен арылту. Ас содасы мен сірке суынан жасалған қоспа. 3 литр ыстық су, 1 стақан сірке суы, жарты стақан ас содасы. Барлығын жақсылап араластырып, онымен заттардың бетін сүртіп тазалау керек. Ас содасы кілем мен жұмсақ жиһаздағы иісті өте жақсы кетіреді. Керекті жерлерге құрғақтай сеуіп, бір тәуліктен соң қағып, немесе шаң сорғышпен тазартып алу керек. Жұмсақ жиһаз бен кілемді сусабын және өзге де тазарту құралдарымен жуып алуға болады. Тек мұндай тазартудан кейін заттарды жақсылап кептіру керек. Жамылғылар мен жұмсақ дивандарды тазарту. Иіс сіңген жеңіл жамылғыны бірден жуып тастаңыз. Ал өзгелерін жақсылап желдетіп алу қажет. Бөлме ішінің ауасын тазарту жолдары. Желдету, салқындатқышты пайдалану, бөлме ауасын тазарту. Әдемі иісі бар сусабын араласқан суға сүлгіні малып, қатты сығып, бөлменің 2-3 жеріне іліп қою керек. Шамалы уақыттан соң иіс кете бастайды. Ал егер иісті әлі де сезіп тұрған болсаңыз, сүлгіні тағы да сулап әдісті қайталап жіберу қажет. Күріш, ұнтақталған кофе және белсендіргіш көмір. Бұларды жалпақ тәрелкеге салып, бөлменің ішіндегі ыңғайлы орындарға қою қажет. Бөлмедегі темекінің иісін аз уақытта жоюдың жолдары. Жоғарыда келтірілген әдістердің барлығы бір шама уақытты қажет етеді. Ал уақыт өте тығыз, тез арада иістен құтылу керек болса, ондайда ауа сергітуші, темекі иісін басатын арнайы ауа сергіткіш құрал, хош иісті балауыз шам, цитрусты жемістердің үгіндісі, даршын көмектеседі. Даршынның 3-4 талын алып, қайнаған суға салу керек, немесе пешке салып, аузын ашық қалдырып қойып, қаттырақ қыздыру қажет. Достар, егер сіздерге осы ақпарат ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп, каналға тіркеліп алыңыздар. Келесіде тағы да пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын.